Нурлан Сабуров. Че там, родной? Иә достар, біздің мотиватордың шақырмаған адамы жоқ, енді Нұрлан Сабуровты жекпе-жекке шақыруда. Енді кім қалды, Дональд Трамп па? Көп сөз боқ сөз, сендермен бірге төбелес арнасы, барлық қызықтар тек біздің арнада. Арнаға тіркелуді ұмытпаңдар, біз бастаймыз. Нурлан Сабуров. Че там, родной? Россияда шаруалар үйлеспеді ма? По боксу жайлап көрмедік па? Походу, бокстан хабарым бар сияқты ғой. Если что, я на старте. Қаншама адам жазып отыр. Мотиватор, сен бәріне вызов лақтырасың, бірақ сен қашан төлесесің? Осы жыл төлесесің ба дейді. Айтам, мен 5 ай болды ғой төлесіп болғаныма. Ана Чабаньоновпен төлесіп тастадым ғой. Мен виноват емеспін ғой, достар. Шығын қашып кетті, секіріп кетті бойдан. Марсель қашып кетті, Кулачкіне реванш болу керек, қашып кетті ема. Енді Сабуров Қазақстанға келді, бір төлесем ба деп ойладым да, бір қарайым да, бір лапы соғып жатыр, әйтеуір жарып жатыр. Көрейік та, просто ол да бір задний бермейді деп ойлаймын да енді. Мен виноват емеспін ғой, бәрі задний беріп отқан. Не отказывайся от боя. Ты конкретно отпрыгнул, ты и Усман отпрыгнули, ежели. Слышь, от кого я отпрыгнул? Ты что базаришь? Ты отпрыгнул, я тебе по факту говорю. Мне Прайм позвонил Лига мне позвонил. Слышь, ты отвечаешь за свой базар сейчас. Умеешь говорить, умей слушать, повремени. Мне Прайм позвонила Лига матчмейкер. Я сказал, Усмана дайте, или корейца дайте, или вот это Фара, бля, маленького мартышку дайте на. Они говорят, с тобой не хотят драться за такой гонорар. Я прям сейчас тебе говорю, что я сам Прайму лично говорю, что вот так мне на бой, вот Анурбек меня интересует, меня интересует Усман. Ты что мне сейчас говоришь, что я бой не могу там принять? Нет, там, ты что наговариваешь конкретно? Ты сейчас наговариваешь, я тебе скажу. Комментарий там что-то, ты в комментарии там что-то пишешь, я там прыгаю, я тебе вот сейчас в свет говорю, любую лигу мне найди, предлагают бой, я с тобой в любой момент могу подраться. Ты от меня отпрыгнул, Фару выбрал. От Фары упал, теперь как ты со мной выйдешь теперь? У тебя травмы в голове. Айта кетейін, Ануар бөтен бір ұлттың баласы емес, бұл да қазақтың баласы. Бір-бірімізді қолдап, әр нәрсені жаза бермей, әр нәрсені айта бермей, бір-бірімізді көтеріп жүріп. Құдай қаласа, жақын арада жекпе-жек қашан, қай күні болатын бәрін естисіңдер. Сол айтайын деген. Мен оны вообще ешқандай жағынан сыйламаймын. Ол спортшы ретінде деңгейі өте төмен адам. Адам ретінде де деңгейі төмен адам, оны былайша айтатын болсақ. Ол маған қарсылас емес. Ай, мұхит. Ертеңгі бойында саған сәттілік. Аман есен семьянға орал. Мына шетінде шешілейін деп тұрған маскымды өзің шеше қой. Пока мен шешпей тұрғанда. Ладно, жүрекке тиіп жатыр да просто. Обидно да просто. Қандай адамсың деймін да сен, мұхит. Натуральный актер сен бол дейін, мұхит. Әтейін саған. Кім екен? Атак уақыт көрсетеді. Мен никогда бойдан задний бермеймін. Сен сияқты. Левыз боку соғып, бит маргат етіп отыр ғой. Прикинь, даталау ойлап қараңдаршы. Бит левыз боку соқты, бит маргат етіп отыр. Ойбай, мұхит. Мұнау не зәте, бауырым, бір достойный біреу тартпадың ба? Достойный жертваны таппадың ба? Енді мұнауын зәттен ят болды ғой. Халық қарап отыр ғой, ят қой, бауырым. Айбырмай, халықты жарым қыласың ау сенде, ойбай. Көрдіңдер ғой, достар. Бір жертваны әкеп берді да, слабый соперникті әкеп берді. Әкеп берген жоқ, слабый соперникті өзі таңдап алды да. Потому что ода духы тұрмайды, мықтылармен шығуға да. Мен айттым ғой, достар, ютубтан, инстаграмда, ол менен қашып жүр бойдан деп. Мен, например, он сегодня уже еще раз доказал, что ол менен қашып жүргенін. После боя даже вызов лақтырған жоқ та маған. Ол қорықты да ол. Олға вызов лақтырса, уже бойды істеу керек екенін біледі да. А мен, бой болды ғой, менде Атырауда отағымен бой болды ғой. После боя вызов лақтырдым да, мұхит, следующий ты деп.
көрдіңдер ма? Мен бойдан қашпаймын, ол қашып тұр да бойдан. Мен ойладым да бүгін, если ол действительно, если этого боя хочет, ол вызов лақтыратын еді да маған. Вызов лақтырған жоқ. Еще ана мобилограф Али келіп тұр ғой, құлағына бірдеме айтып жатыр да. Типа, может, мен жайлы айтып тұрған бар да, вызов лақтырыңыз деген сияқты да. Үндемей бұрылып та кетіп қалды, көрдіңдер ма? Потому что ол бар ғой, мына жерде, он может все потерять. Он может все потерять. Он боится меня. Если он мне проиграет, он все потеряет, друзья. Из-за этого он не рискует. Осындай жертвалармен өтеді да. Осындай слабый соперниктер таңдайды да, и жүреді солай бар ғой. Маркетинг қой, достар, маркетинг. Маркетинговый ход дейді оны. Достар, оның бәрі сауда ғой, движение. Мына видеоны қарасам күлерім келеді ғой, кәдімгідей, емат. Ана постына қарамаймын, я, рилске шығып кете береді да. Қайдан алып келген мынадай соперникті, ема, натуре, мұхит. Ну, не зәт натуре, ема, ну, не зәт, ұялмайсың ба натурені. Маған енді біршама подписчиктер жазып жатыр да. Мотиватор аға, сіздің шығатын жеріңіз ғой дейді да, сіздің шығатын жеріңіз ғой дейді да. Ну, не соперник, бүкіл халық ят болды дейді да, айтып жатыр. Біршама личкада жазып жатыр да маған. Мен достар, мен сіздерге айтайын, мен шешпеймін ішіне. Мен 10 жерден шығам деп қылғынсам да, мен шығармайды ана жерде. Мына жерде тема былай. Организация мұхитқа айтады, мұхит что-то мотиваторды әкеп берейік па, гонорарын келісіп алып келейік па десен, ол исход от мұхита. Мен шықпай мотиватормен, пока мен дайын емеспін. Маған осындай жертваларды әкеп беріңдер, мен сондай жертваларды ұрып аламын, короче. Сосын серия победаға өтем. Сосын может шығам якобы деп сөйтіп айтады да. Но я второй раз доказываю, да, что мұхит менен қашып жүр. Қалай? Ол микрофонды алып, маған вызов лақтыруға болатын еді да, как мен, например, вызов лақтырдым ғой, ол сияқты, мен сияқты вызов лақтырған жоқ та ол. Значит, он избегает боя. Қашып жүр да ол бойдан. Потому что біледі да, ана жерде мен анау сияқты тұрмаймын да. Сиськи, боковой соққан беті, басым бұғып, ондай жоқ та, ондай понятие. До конца төлесесің ғой, чур деген, болмайтын нәрселер. Так что солай, достар, біз шешпейміз мына жерде. Организацияға звондады, организация маған звондайды, болды, мұхит я десе, маған звондайды да. Значит, өзен білдіңдер темалар, достар. Жаңа кім өтірік істеген, қол көтеріңдерші. Сен ба болар? Еркек, кім өтірік істегенде, сразу қолын көтеріп отыр. Сразу қолын көтеріп, берген еркек. Айтудың өзі, шындықтың айтудың өзі ол жеңіс. Молодец болын, тағы да кеш бол. Жалпы, как тренер, да, мұхит, как тренер, сен негізі жақсысың негізі. Жақсы мотивация беріп қоясың, иногда бар ғой. Осындай дұрыс, бана жастарды тәрбиелеу жағынан молодецсің да. Билеу бар ғой, қыз сияқты билеу, анау движенияларды қазір қойып келатсың. Сол билемеш соны билемеш, кішкене жастар дұрыс емес түсініп қалады да. Ертең ойлап қалады, да майысып анау деп, тағы сөйту керек деп бар ғой. Жасың келді ғой, билеп анау керек емес енді. Но осындай жастарды дұрыс жолға салып, мотивация беріп, оған мен дым айтпаймын енді. Как тренер сен красавчиксің, базары нет бар ғой. Но иногда кішкене борщить етіп қоясың енді бар ғой. Переборщить етіп қоясың да енді. Сол орады. Бірақ енді сен мойындау деп отырсың ғой, мойындайсың, молодец, красавчик деп. Мойындау деген ерлік деп. Иногда сен де мойындамайсың енді. Екеуміздің арамызды айтам да. Екеуміздің бойымызды айтам да. Мойындамайсың да. Анау дейсің, мынау дейсің, маған жауып қоясың да. Енді мен по факту айтам всегда, өзің білесің бар. Я, достар, не ойлайсыңдар, Ануарбек мотиватордікі дұрыс па, осылай вызов тастай берген дұрыс па? Комментарияға өз ойларыңды жазып кетіңдер. Сендермен болған төбелес арнасы, барлық қызықтар тек біздің арнада. Арнаға тіркелуді ұмытпаңдар, қош аман, сау болыңдар.